тоқталып кетейін. Негізі баяндама ретінде дайындалған, бірақ негізгі мәліметке тоқтала кетейін. Барлығымыз айтып жатырмыз ғой, жалпы Жамбыл Жабаев атындағы нөмір 4 мектеп гимназиясы Астана қаласындағы осы біздер осы Оразақын Нұршапайдың сатылай кешенді оқыту технологиясын былтырғы оқу жылынан бастап 2013-2014 оқу жылында 5 сыныптан тәжірибе алаңын ашты. Және 2014-2015 оқу жылында осы биыл оқу жылы 12 сыныпты тәжірибе алаңына қостық. Әрине өзіміздің басшымыз жаңа Базаралы Сағындықызы директорымыздың қолдауымен ашқан болатынбыз. Қазір негізі бастауыш сыныптар біздерде негізгі осы 4 пән бойынша талдауды өтіп жатыр. 5-ші сыныптарымыз 5 пән бойынша, ал 6-ші сыныптарымыз міне өздеріңіз көріп отқандай 7 пән бойынша жүргізіп жатырмыз. Негізі эксперимент алаңында 6-ші сыныптар бойынша бізде 5 пән, ал биология мен география пәнінің мұғалімдері ол кісілер өздері қызығушылық танытып, эксперимент алаңында жоқ болса да өздері балалар оқушыларды дайындап қосылып отыр. Оған мен өзім ойлаймын, оған себеп болған оқушылардың өздері де, олар ол кісілерде сертификат бар, бұл кісіден курс өткен. Бірақ сонда да ол кісілер маған айтқаны, біз осы сіздің негізгі олимпиадамызға қосайық, балаларды дайындайық. Себебі біздің балалар сабаққа келген кезде, апай бізге бір тақырып беріңізші, біз талдап келейік сізге деп өздері, менің ойымша, сол мұғалімге оқушының өздері түрткі болған. Сондықтан осындай 7 пән бойынша кірістірдік. Біздің нәтижелеріміз бар, жаңа айтып жатқандай. Бірақ осының ішінде ең негізгі бір өзіміздің 5-ші былтырғы сыныптан келе жатқан 5-ші Б сыныбының нәтижесіне тоқталып кеткім келіп тұр. Бұл жерде бұл сыныптың сынып жетекшісі өзі бар. Ең басында бұл сыныпта жаңа сіздер айтқандай, әр сыныптан бастауыштан кейін біздерде бөлінеді, математика, қазақ тілі бағытқа қарай бөлінеді. Сол кезде бұл сыныптың да білім сапасы өте төмен болған. Өздеріңіз көріп отырғандай, былтыр оқу жылы ең бірінші жыл басында 37% ғана көрсеткен, жыл аяғында 45% көрсетті. Және биылғы оқу жылына қарасаңыздар, міне 3.90-да. Бірінші 90-да әрине балалар каникулдан демалыстан келгеннен кішкене 34% көрсеткен, бұл нақты өзінің саны. Екінші 90-да 50%, және үшінші 90-да міне 61%-бен оқу 90-да аяқтаған болатын. Бұл жерде ең басында бізде әдетте ойлап қарасаңыздар, бастауыш сыныпта үздіктер көп болады, ортаңғы буынға келгенде үздіктер азайып қалады. Оған қосыламыз ғой. Ал бұл сыныпта бастауышқа келгенде үздіктер саны аз болғанда, 6-шы сыныпқа келгенде 9 және 10 үздік қосып отыр бұл кісі. Міне сынып жетекшісі, бұл кісі де жаңағы жүйелі түрде жұмыс істейді. Былтырғы оқу жылы біздің жаңағы өзі министрдің қолына және Тасмағамбетовтың қолынан Астана қаласының әкімі жаңағы білім өздігінің құрмет грамотасын, бас жүлдесін, жыл мұғалімнің бас жүлдесін жеңіп алған. Жүйелі жұмыс істейді, айтып кететін, және соның ішінде бізде математика пәнінің мұғалімі, математикасы Марфуға апай жүйелі түрде жұмыс істейді. Осының барлығының нәтижесінде біз осылай бір сыныпты ғана сіздерге көрсетіп отырмын. Бастауыш сыныптарда жұмыс істеп жатыр, жаңа барлығы да бас жүлде алды. Тек бірінші дәреже дипломмен бас жүлделер алды барлық топтардан. Енді айта кететінім, осы Нұршапайдың осы технологиясына көптен көп рахмет. Мысалға айтатын болсақ, жаңа мына апай айтып жатырсыз, Кембридж бағдарламасы ол бір бөлек бағдарлама, ол бөлек, апайдікі бөлек деп. Менің ойымша, қазір Кембридж бағдарламасына қарап отырсақ, ол жерде топтық жұмыс істейміз, барлығы да бар, біздің ол қарап отырсаңыздар, оны Нұршапайдың өзі Кембриджден бұрын салып қойған секілді. Қарап отырсаңыздар, солай ғой. Оған келсеңіз, қараңыздаршы міне, топтық жұмыс, жұптық жұмыс. Осы Кембридж бағдарламасы бойынша біздер жұмыс істеп жатырмыз қазір. Жеке жұмыс, сыни ойлауға үйрету, бірін-бірі бағалау, баяндау, сұрақ жауап, тілексіз бар. Мысалға, осының барлығы жаңа топта бір-бірімен ынтымақтастық орнату. Жаңа айтып жатыр, топта сіздерде балаларыңызда бір ынтымақтастық байқалды, топпен жұмыс барысында деп, олимпиададан көрдіңіздер оны. Осының барлығы міне Кембридж бағдарламасында тұр. Былай қарасаңыз, оны Кембридж бағдарламасынан бұрын бізге осы Нұршапайдың бізде салып қойған секілді болды. Дұрыс, Лариса өте тамаша айтты. Ол бізде бар дүние. Және енді оның барлығын айта бермеймін, осыдан қорытындыға келсек, мысалға бізге негізгі кедергілер, енді шындығын айту керек, осы бізде негізі осы ағылшын тілінің пәнінің мұғаліміміз
осы тәжірибе алаңында көптеген қиындықтарда кездесіп жатыр. Негізгі кедергілерімізге тоқталатын болсақ, бұл енді оқулық, әдістемелік құралдардың жетіспеуі, оқушылардың есте сақтауы, ойлау қабілеттерінің төмендігі, кейбір оқушылардың сөздік қорларының жетіспеуі, топтарға тапсырма бергенде жарыс ретінде қабылдауы, топпен жұппен талдау барысында оқушылардың бір-біріне сен дұрыс айтпадың, олай емес деп кедергі жасауы, кейбір оқушылардың өздерін жоғарғы бағалауы, осындай жағдайда бізде кейде кедергі істеп жатады. Ал негізі жалпы осы тәжірибе барысында түйгенім, тәжірибе барысында сатылай кешенді оқыту технологиясы оқушы бойындағы сан қырлы қасиеттер мен ерекшеліктерді ашуға, танымдық белсенділіктерін арттырып, білім дағдыларын дамытады. Ал нәтижеге тоқталсақ, сауатты еркін сөйлейді, оқушылар теориялық білімді практикалық іс-әрекетпен ұштастыра алады, бірлесіп жұмыс жасауда ынтымақ қалыптасады, оқушылардың белсенділігі, қызығушылығы артады, жеке мүмкіндіктерін жетілдіреді және бірін-бірі бағалауды үйренеді. Осы біздің жаңағы айтылған негізгі жаңа Кембридж бағдарламасының мен осы біздің апайдың технологиясының арасында бір үйлесімдік бар деп айтуға болады. Енді сөзімді қорыта келе, жалпы бізде осындай жүріп жатыр. Қазір бізде осы сыныптың сынып жетекшісі Сайлаugүл апайға бір ауыз сөзімен аяқтасам деді. Рахмет, Лариса. Сайлаugүл не айтпақшы? Сосын Марфуға апай бір ауыз сөз. Құрметті, аса құрметті қонақтар, жан-жаққа келдіңіздер, адамдарымызды бөлгетсін деп айтып жатырмын. Және Астана мұғалімдері, құрметті, аса құрметті Нұршан Жанбайқызы, бүгінгі мынау үлкен олимпиадамыз, форум құтты болсын. Осындай үлкен жетістіктерге жете беріңіздер. Мен тек қана айтатыным қазір, мана кеше біз неге дайындалдық қой? Интеллектуалдыққа. Сонда 15-ші сұрақ бар, сатылай кешенді талдау не берді деген оқушыларға. Сонда ойландым, көп қалай айтуға болады? Оқушылар өздерінің ойларын айтып жатыр. Сол ойларды мен жыр шумақ қып алып келдім. Оны мана үлгерген жоқпыз айтуға. Сосын мен қазір соны айтып бердім. Білімді ұрпақ елімнің болашағы. Білімді ұрпақ елімнің болашағы. Бұл ғасыр өркениеттің жаңа шағы. Біліммен мыңды шығар азаматпыз, құр ойынмен өтпейтін балашағы. Сатылай кешенді дамудың жаңа ошағы. Талантымен тек өресіз таласады. Осы технологиямен білім алған оқушылар ертең елден әрасады. Білім, ғылым туралы тамашаны әлем бізбен ақылдасып санасады. Иеменен құдық қазып жүрген қазір оқушыға білім алу жарасады. Ойындашып айтып қаламын деп, ізденістен бір нәтиже табамын деп, сатылай кешенді ғып талдау үшін жүгіремін бір асуды аламын деп. Сөздік қорым байыса қуанамда, қарыздармыз біз енді бұл адамға. Профессор Алжанбайқызы Нұрша, теңейміз өзіңізді ұлы адамға. Рухын бір көтеріп ұлылардың, ойлап жүрсіз қазақтай ұлттың қамын. Жанашыры әдебиет пен қазақ тілдің, филология докторы әрі ғалым. Қазақтай елдің ғажап мәдениетін, жатқа білсін, оқысын деп әдебиетін. Ахмет, Жүсіпбек пен Мағжандардың айтқан ата сөздері тәрбие тым. Басшылыққа сөздердің бабалардың толғанымен жырлаған балақанын, Ыбырай, Абай, Шоқан аталардың ұстанымын ұсынуға сараладың. Сатылай кешенді талдау осылайша беріп жеміз. Білім берудегі бұл ұлы жеңіс. Технология авторы Нұрша апай, құтты болсын бүгінгі сіздің келіс. Компьютерді меңгеріп машықтанып, ақпаратты тез табам ашық қалып, тәрбие мен білімді егіз алсам, сауатсыздық жойылар қашықтанып. Елімнің тарихында тілін, ділін бұзбай сақтар ұрпақпыз біздер бүгін. Өркениет ғасырында өмір сүріп, білімменен ажарлансын келер күнім. Осының бәрін бойдан табам десең, жақсы білім тәрбие алам десең, сатылай кешенді технологиясын меңгеріңдер, жұлдыздайын көгімде жанам десең. Сөз сарасы қинақ қистыра елданасы, тілге жеңіл жүрекке жылы тиер, теп-тез жұмыр келсін айналасы деп. Кішкентай ғана жұмыр ақынымыз бар, талантты Төлеп берген Диас деген. Ол Гүлнұрдың баласы, өзіңіз білесіз. Сондықтан ақша шалып, ұстаз шығармашылығы нәтижелі білім дейді ғой. Сондықтан осындай ақындар тәрбиелеп жатырмыз, манағындай жетістік алып жатырмыз сіздің арқаңызда. Қандай мағыналы.
Керемет Сайдагүл. Рахмет. Апа, рахмет, керемет. Тасмағамбетовтың қолынан жыл мұғалімі шкодан алдым. Тамаша. Үздік 2014 Шарижатовтан төс белгімді алдым. Апай сіздің арқаңыздан. Сайдагүл үшін де қосылып қояйық. Жанып тұрсын. Жанып тұрсын. Ақа жанам деген жүрекке от берейік деп Назым Хикмет айтқандай, сен от беруге лайықты екенсің. Сіз де естіп жатырсыз, математик 4-ші мектеп. Сөйлеп кетті ғой, әдістемелік жетекшіміз де сөйлеп кетті. Мен қысқаша айтайын. Бүгінгі күні біздің білім саласында көптеген технология бар ғой. Соның көпшілігі қабілеті жоғары оқушылар үшін деп есептеймін өз басым. Ал енді қабілеті төмен нашар оқитын оқушылар үшін қандай технология қажет дегенге осы мен жауапты сатылай кешенді оқыту технологиясы деп жауап берер едім. Қысқаша ғана айтайын, енді сонда оның жемісі мен енді көп жылдар үлкен жоғары кластарға ғана сабақ беріп едім. Соның кейін енді осы төменгі классқа қарай түсуге тура келді. Осы технологияны балаларға 5-ші класстан бастау үшін. Сонда мына жаңағы Сайдагүл Исламбековнаның классы бастауыштан келгенде 5 класстан жиналған, ағылшын сыныбына өтпей қалған білімдері төмен класс болды. Соларды балалары бүгін міне интеллектуалды неге былтыр бас жүлде алып, сондай дәрежеге жетіп отыр. Бүгінгі күні сол сыныптың 26 баласының ішінде 11 оқушысын әкеп отырмыз. 2 тобы біздің мектептен гран-при, 2 тобы алып отыр. Енді балаларда бұл сыныпта бәрінде қызығушылық бар да, енді келесі бүгінгі күнгі олимпиадаға келмеген оқушылар келесі жылы біздің кезекте отыр өзінен өзі. Сондай бір саналылық қалыптасты. Енді бұл сатылай оқыту технологиясын оқушыға меңгерту үшін мұғалімнің бойында өзінде қызығушылық бар, жаңа болу керек. Жаңа кейбір мектептер айтып жатыр ғой, бізге 6 сағат, 8 сағат беріледі деген сияқты. Бізде мен 2 сыныпқа, эксперимент сыныпқа берем, екеуіне 1 сағат беріледі. Енді бүгін екеуіне 1 сағат беріледі, сонда не бойынша суббота күнгі ғана кішкене қолым тиеді, сол күні Сайдагүл Исламбековнаның классына өткіземде, ана классқа енді өзіме қосымша жұмыс істейді. Солай сонда да осы республикалық олимпиадаға әкеліп, жүлделі орынға бас жүлдеге ие болып отырмыз. Ең бірінші айта кететінім осы мектепте Қазима Тұрысбековна деген ұстаз, орыс тілі мұғалімі, сол 2012 жылы біздің 4-ші мектепте істеді. Сол кісі осы сатылай технологиясын екеуміз бірге курстан өткенбіз, содан кейін екеуміз біздің мектепте бірінші бастап кеттік. Апа екеуміз бір классқа сабақ береді екенбіз. Міне солардан бір топ құрайық та барайық деп. Олар қазір 7-ші Г класс оқып жүр. Онда да республикадан алғаш рет қатысып тұрсақ та өзімізде қызығушылық болды, содан кейін бірінші орын алдық. Енді сол балалар үздікке келе жатыр, жақсы, жай ғана класс, стандарт класстың ішінде. Енді міне әріптестерім Бақыт Сабыровна бар, жаңағы Сайдагүл Исламбековна, Лариса Каримовна басқаға міне бір өзіміз топ сияқтымыз, бір ұжымбыз бөлек деп айтуға болады. Қырлай Ахметовна, Зұлбахам Ахметовна бар, Сабира деген мұғалім, Лайла Кенжеғалина деген мұғалім. Солардың бәрінің қызығушылығы артып, бір-бірімізді үйретудеміз. Келесі жылы физика мұғалімін қосайық деп отырмыз. Физика мұғалімін өзім үйретейін деп мойныма алып отырмын. Бұл жерде енді мұғалімдер ұжым болып қалыптасып, ізденіп, кішкене қызығушылығын арттырып оқушылардың. Енді басында ең бірінші нашар оқушыларды бір сатысын ғана, 2 сатысын ғана сұрап үйретсе, кейіннен үлкен нәтижеге жетеді. Енді білім жанашыры Нұршақ Алжанбайқызының осы еңбегі жалғаса берсін деп тілеймін өзім. Өзіме қаншама жыл мына білім саласында істегенде осы ең ұнаған өзіме технология. Жоғары жақтан кішкене қолдау болса екен деп ойлаймын. Міне өзі қаланың барлық мектептеріндегі ұстаздармен жүз таныс болып қалдық, бәріміз өзі таныс, туыс адамдар сияқты болып кеттік көргенде. Осы нәтижеміз оқушылардан да көрініп жатыр. Олар да бір ұжым болып қалыптасып, курсқа мені кіргізіп жіберген, осы басында оқып жүрген бастауыштың мұғалімі едім. Алтын баланың шешесі. Осы Есенбай Мұхтаровна
сөзін жіберген. Ары қарай мен білімді осы Екеуміз бірінші партада қатар отырып едік. бірінші партада бірге отырып оқығанбыз, осы курстан өткенбіз. Ал енді мына Сатылайдың қыздары деп қалжыңдап айтады біздің ұстаздарымыз. Шындығында да бұл Сатылайдың қыздары ерекше. Бұл технологияның нәтижесінің өзі қазір көрініп тұр. Егер басқа семинарға, басқа конференцияға қатыссаңыздар, осылай кешке жеткен кейін отырасыздар ма таң тоғызда. Ешқандай семинарда отырмаймыз. Бұл біздің ең негізгі жетістігіміз, ең басты жетістігіміз деп ойлаймын. Осы 10 жылдағы еңбек бүгінгі күні кішкентай ғана мекеме, кішкентай ғана балабақшаға басшылық қызметке алып келді. Осы технологияның арқасында өстім. Енді біздің балабақшамызда 2-ші жыл тәжірибелік алаң жұмыс істеп жатыр, мектеп алды даярлау топтарында. Енді 71-ші мөлдір балабақшасы Астана қаласында мен меңгеруші боламын, Жамал Жайханқызы. Енді бұл жерде балабақшада өзіме де ерекше бір әлем болды, себебі бастауыш сыныптың мұғалімі болып жүргеннен кейін балабақшаға барған кезде бұл балабақшада қандай білім беруге болады деген алдыменен сұрақ туады. Жақсы тәрбие, ата-анамен жұмыс, балаларды аман-есен күту, тамағын беру деген сияқты мәселе ол ең басты мәселе. Ал білім қалай беріледі деген кезде осы сұрақ. Қарап тұрсаңыздар, балабақшаның да өзінің стандарты бар мемлекеттік, онда да инвариантты, вариативті сағаттары бар. Сол вариативті бөлімнен біз эксперимент алаңына кіргендіктен тіл дамыту жаңағы ұйымдастырылған іс-әрекетіне аптасына 2 сағаттан бізде 36 апта 72 сағатқа бағдарлама құрдық. Өткен оқу жылында осы бағдарлама бойынша технологиялық карталардың жинағын жасадық. Технологиялық карталар деген балабақшада қазіргі сабақ жоспарлар, үлгі жоспарлар. Ал енді биылғы оқу жылында бізде 3 топ эксперимент алаңында оның нәтижесін көрдіңіздер. Бүгін былтырғы оқу жылында бір ғана команда келген болса, республикалық олимпиадаға биылғы оқу жылында 2 командамыз келіп, екеуі де бас жүлдеге ие болды. Ол менің тәрбиешілерімнің нәтижесі. Өткен оқу жылындағы біздің еңбегімізге Нұршал Жанбайқызы өзі пікір берді. Қазір Астана қалалық білім басқармасының әдістемелік кеңесіне ұсынылды. Ал енді биылғы оқу жылында енді өздеріңіз бағасын беріп жатарсыздар. Біздің тәрбиешілеріміз өткен оқу жылында өздері ізденді, өздері технологияға жаңа ғана енді. Ал енді биыл балаларға қалай оқытамыз, балаларға қалай үйретеміз. Ата-аналарға жазып берсеңіз, ол жаттанды дүние болады. А балабақшаны 5-6 жастағы балаларға қалай қондыруға болады деген сұраққа ол қыздар ойластыра келе суретпенен жұмыс. Біз кез келген ережені қазір суретпен береміз. Балалар осы суреттерге қарай отырып, өздері ережені өздері құрастырып ойдан шығарады. Бұл жерде мысалға бір ғана дыбысты ғана көрсетіп өтейін. А дауысты дыбыс қызылмен белгілеп қоямыз, төртбұрышты білет, қызыл түсті білет балалар, яғни бұл дауысты дыбыс деген сөз. Ары қарай өкпенің суреті, яғни ауа, өкпеден шыққан ауа деп ары қарай ауыз қуысы, одан ары қарай ешбір кедергіге ұшырамай деп қолмен оқып қоямыз. Ауа еркін шығады. Ешбір кедергілерге ұшырамай ауа еркін шығады. Осы суретті қарап жүйелей отырып, балалар ережені өздері шығарады. Бір-біріне сұрақ қояды. Мынау ненің суреті? Бұл суретті қалай айтуға болады? Бұл бір ережені, бір дыбысты үйреніп жаттап алған бала, оқып дағдыланған бала, келесі дыбысты оқып жатқан кезімізде ережені өздігінен өздері бір-біріне айтып, бірін-бірі оқытып отырады. Біздің балабақшаның балалары да өздері бір-бірін бағалай алады, өздері бір-біріне ой пікірлерін айта алады. Мені кабинетіме емін-еркін кіріп, өздерінің ойларын айтады. Апай, ертең ана конкурсқа барамыз, анандай ертеңгілік өткіземіз. Мен мына киім ұнамайды, мына киімді киейікші деген сияқты. Бүгін көрдіңіздер қандай киімде шықты. Себебі сол киімменен өткенде халықаралық фестивальда балалар арасындағы биде балаларым бас жүлде алды. Осы киім бізге ұнайды, бүгін киейікші дегеннен кейін сол киімді кигізіп келдік. Енді кейбір кісілер түсінбей жатқан шығар, неге жасыл шалбар сары көйлек киіп болғанды. Сол балалардың өздерінің ұсыныстары болды. Біз балалармен қазір ақылдасатын болдық. Директордың бөлмесіне оқушылар кірмейді. Өздерінің ойларын айтпайды. Енді 5 жасар балалар келіп ұсыныс айтқаннан кейін ойлай беріңіздер, біздің болашақ ұрпақтарымыз қалай өсіп дамып келе жатыр. Міне осындай ғана еңбек реплика. Елбасы
бүкіл үкімет мүшелерін айтты ғой, ойларыңызды айтыңыздар дегенде ешкім еш нәрсе айтаған жоқ. Осының барлығы неліктен? Осының барлығы жаңағы адами капиталдың білім арқылы берілмей жатқан. Ана креслоға не үшін отырды ол? Мысалы ол өзінің басын өзі құтқарып отырды. Иә, бұл балаларымыз олай болмау керек. дұрыс айтасыз. Бұл құрал өзіміздің бағдарламаға сәйкес жасалынған, балаларға арналған, ата-аналарға арналған, әлі толық шығарылған жоқ. Ең алғашқы нұсқасын ғана өздеріңізге көрсету үшін осындай болашақта жұмыс жасасақ, еңбек жасасақ